Екінші ауылда Меңдіғұл деген көше бар. Мына Тәжиппенен барғанда соның газелдерінің асфальттарын бір жөндесе дейін, сол асфальттары нашар, асфальт жоқ. Асфальттарымызды үстін бұзып тастап, жамамай кетіп жатыр оны. Жалпы аудан орталығында 154 көше бар. Оның 28-інде қатқыл табанды жол барды. Қалған 120-сында жол жоқ, болмаса ескірген жолдар нашар күйде. Биыл біздер 5 жаңа айтылып отырған ауыл ел бесігі бағдарламасының аясында 5 жолға қаржы бөлінді, 165 миллион мөлшерінде. Соған біздер егер толықтай 5 көшені жөндеудеміз, 4-еу болды, біреуінің жұмыс жалғасуда. Келесі жылға жоспарлап отырмыз, біздер 25 көше, 3 көшенің жобалық сметалық құжаттамасы дайын, оғанда 145 миллион керек, айталып өтетін болсақ. Тобанияз Әлниязұлы көшесі, Сүгір Бегендікұлы. Содан соң енді жаңа айтылып отырған Меңдіғұл көшесі 25 көшенің ішінде бар. Ауыл ел бесігі бағдарламасының аясында біздер сметалық құжаттамасын дайындап ұсынып отырмыз. Өтінішіміз егер қолдау табатын болса, келесі жылы Меңдіғұл көшесіне де асфальт жол салынады.